Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде әдемі шайға дайындалатын круассан рецептімен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Енді бізге ол үшін ең бірінші осындай бір стакан холодильниктен шығып тұр, енді салқын болып. Бір стакан сүтіміз қажет. Бір стакан ыстық суымыз қажет. Құйып алдық. Осындай үлкен қасықпен 4 қасық, 5 қасық салып жатырмын. Үйдегілер өйткені қантпен қосылған тәттіні неге жақсы көреді. Бір стакан ыстық суымызды, бір стакан салқын сүтімізді және 5 үлкен қасықпен қантымызды салып алдық. Енді бізге бір жұмыртқа кәдімгідей соғалпында екінші жұмыртқаның ағын құйып алдық. Ал екінші жұмыртқаның сарысын жеке құйып алдым. Қазір бізге бетіне жағуға керек болады. Бұны қойып қоямыз. Енді бір шай қасықпен осылай құрғақ дрожж қажет. Бір қасықпен осылай дрожжды қосасыздар. Енді бір орта қасықпен міне осылай тұзымызды салып аламыз. Бір сағат бұрын холодильниктен шықса да өте жұмсақ болып тұрған жоқ майымыз. Сондықтан міне 150-160 граммдай майымызды қосып тұрмыз. Енді осыны былғап аламыз. Барлығын. Майды арнайы еріткен жоқпын. Осылай үй температурасында тұрған майды қостым. Осыған ұнымызды ақырын сала отырып, нанымызды бұқтырамыз. Міне ұнымызды осылай ақырын сала отырып, нанымызды бұқтыруға кірісеміз. Міне бірден барлығын салып жібермеңіздер. Онда ақырын салып отырып, осылай ашытуымыз қажет. Өте керемет, жеңіл түрі заттарымызды дайындап алсақ болды. 1,5 жұмыртқадай қостық. Мынада 500 граммдай ұн болған. Бізге жеткіліксіз, қазір тағы салып қосатын боламыз. Барлық осылай құрамына қосылған заттардың барлығынан осындай әдемі қамырды ашыттым. Енді осыны бетін аздап сұйықмай құйып басып жіберейін. Аздап қана құям. Осы жеткілікті. Кішкене ғана бұзы жеткілікті. Бір басып жібереміз. Енді бір 30 минутқа қоя тұрамыз. Бетін жауып жылы жерге көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін нанымызды ысып, круассанымызды дайындауға кірісеміз. Міне, бізде осындай әдемі жұмсақ қамыр шықты. Міне қараңыздар. Керемет. Осылай болып тұр. Енді жарты сағатқа қоя тұрамыз. Достар, міне біздің нанымыз, круассанның тестасы дайын, әдемі болып тұр екен. Міне жұмсақ болып осылай. Енді аздап онды сеуіп алып, осылай ақырын қамырымызды аламыз. Күшті болып тұр. Ұнымызбен мына жұмсақ күшті болып тұр. Қараңыздаршы міне. Шағысып атқандықтан онда осылай сеуіп жіберейік. Қой шақмас, ұстам. Не қазір бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сосын көресіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Осындай көлемде барлығын кесіп аламыз. Тек бойынша жазылған қамырымыз осындай. Міне 11 бөлікке бөліп алдық. Міне қараңыздар, жақынырақ көрсетейін. Жүп жұмсақ болып әдемі болып тұр. Енді осыны астын сеуіп жабыспау үшін осылай қойып шығамыз.
міне осылай аздап ұнымызды сеуіп, осылай пісіп шығамыз. Бір-екеуін көрсетейін. Жабысып жатқандықтан аздап ұн сеуейін. Барлығын тысып аламыз. Арасына міндетті түрде ұн себіңіздер, жабысып қалмасын. Өйткені қазір біз бір емес бірнеше осылай қойып шығатын боламыз. Екіншісінде дәл осылай ысып алам. Ұн көп болады, аз болады демеңіздер, артық болмайды. Кәдімгідей жұмсақ ысып атқанда өзі ерекше білінеді, кәдімгі көтеріліп жатқаны. Енді шай қасықпен бір қасық қана дрож қостым ғой. Көп қосса да болмайды дрожды. Мынандай сүйіп кетейін. Екінші қамырымыздың үстіне осылай қойып шығам. Екі қамырды осылай қойып шықтым. Енді қалған қамырларымызды да осылай бірін үстіне бірін қойып шығам. Достар, міне мен барлық 11 нанды осылай ысып алдым. Арасына барлығына ұн сеуіп шықтым. Қараңыздар, ешқайсы жабыспаған. Міне осылай болып тұр. Енді мен осыны бір-бірден ала отырып, міне осылай. Міне бізде енді менде қолдың майы жоқ екен, сондықтан міне осындай дүкеннің майын жағып шығам осылай араларына. Енді ол ерітілмеген осылай үй температурасында тұрған майымыз бізде осылай жағып шығам. Қолымызбен алып жағып жейік. Міне достар, енді осылай май жалған 6 бөлігінен қазір бір пісіріп аламыз. Осылай үлкен қылтып ысып аламыз. Бір емес, бұл да бірнеше слой болып тұр. Қазір екіншісіне басқа түрін жасаймыз. Кішкентай оқтау ыңғайсыз ғой деп, осылай үлкен оқтауыммен сыратырмын. Оды қойып, жарты бөлігіне мен осылай вареный сгущенканы шоколадіне қосып, какао қосқан болатынмын. Сол екеуін енді жұқалап, арасына жағып шығам. Арғай ала тұр бала, баланы. Ойната тұр. Осылай міне жұқалап жағып шығасыздар. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мен осылай жарты бөлігіне жағып алдым. Міне, енді осы жарты бөлігін осылай пышағымызбен кесіп аламыз. Оқтауымызды аламыз. Ортаңғы бөлігінен бір кесіп алайық осылай. Сосын осылай кесе береміз. Кішкентай емес, енді үлкен-үлкен қылып жасайын деп жатырмын. Арасына бірнеше май жаққандықтан. Енді ақырын осылай екі шетін ортаға қарай бүгіп,
осылай айналдыратын боламыз. Біреуін көрсетейін. Осылай айналдырып аламыз. Міне достар, бізде осындай болып тұр. Енді бетіне біреуін жасап көрсетіп жатырмын. Қалғандарын уақытты алмай ақ қояйын. Түсінікті болу үшін екіншісін де көрсетіп жіберейін. Ортаға бүгеміз и айналдыра береміз. Осылай. Сгущенкамен жасап алдық. Енді құр өзінен жасап көреміз. Бөліп аласыздар. Осылай айналдыра бересіздер. Сгущенка болғаннан кейін. Міне осылай салып шықтым. Енді қазір бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Міне енді осылай жұмыртқаның манағы сарысын бетіне жағып шығамыз. Барлығына жағып шығамыз. Енді пешімізді қосып қойдық. Қазір қызып тұрған пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біріншісін пісіріп жатырмыз біз. Екіншісін міне пісіп жатырмын. Бұл да бірнеше нанды осылай май жағып қойып алдық. Міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, қандай жұмсарып әдемі болып тұр. Мана май жаққаннан кейін бұны көрсетпей қойын дедім, түсінікті ғой деп. Міне бұны да осылай ысып аламыз. Көрініп тұр пеште. Осылай пісіп жатыр, әдемі болып қызарып алатын болып қапты. Осылай ысып сгущенканы жағып алдым. Енді қазір істейтін болам. Ал бізде біріншісі пісті. Мынау жаңа варенка сгущенкамен какао қосылған, ал мынау құр өзінен жасалған. Ал ортасының қандай болғанын көрейік достар. Мына қараңыздар. Жіп жұмсақ болып тұр ғой, қандай керемет. Мәссаған. Міне осындай ерекше болып тұр. Ал екіншісін көрсетейін. Міне. Ортасын қараңыздар. Мәссаған. Дәмі деген күшті шыққан. Мынаны көрейін. Шайға күшті. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті де осы рецепт бойынша жасасаңыздар. Менің каналымда тез оңай жасалатын тағамдар өте көп. Сондықтан кез келген уақытта қонақ келетін болсын, үйдегі отбасыларыңызға арнап бірнеше тәттілерді дайындасаңыздар болады. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.